Сөйтіп уақыт өтеді. Күнде кірерде, я Аллам шүкір, разымын дейді үйіне. Босағасына шығарда, я Аллам шүкір, разымын дейді. Ұйқыдан тұрғанда, жатарда дәл осылай айтып, бір жылдан кейін адам танымастай, ақшалары еселеніп, өзінен өзін босағасына береке кіріп, баспаналы болып, астына көлік мінеді. Содан той болып, бір танысың тойына барып отырса, мына қаланың шетінде бір қария қайтты. Көмілмей жатыр, себебі жер сатылады екен. Ешкім жәрдем бермей ме? Ол қарияға көмектесу керек дейді ғой. Сол кезде жігіттің жүрегі дір ете қалады. Содан ойланып, қай жерде еді, ол қай жерде еді деп сұрайды. Солай деп мекен жайды айтқан кезде жігіт таң қалып, өзінен өзі ойланып